Бүл хакас писательлерінің байрамнарына пайчыл болча. Біз бұл жыл Иван Матвеевич Штыгашевтың, Николай Георгиевич Домажаковтың байрамнығычыларын тіксі республикада алғым танықтып жабыз. Аға хозы біздің писательлерінің Михаил Николаевич Чебатаевтың, Паза Николай Егорович Тениковтың едек байрамнығычылары болча. Аның хостыры бүнгі көздігді бұл екі писательні сақсқа керіп, оларының пасқан хоз чаячы тоқыстарын қатып көрірбіз. Михаил Чебатаев, аным жоқ поэманың кезегім. Чыл пазында пыр хати, сензер айланып ағбан су. Ағыны құстар ұшқын чили, келпарыбыз жабыз ағбан су. Ағбанда школа пар, ол қажында түренде ебдің артық болған. Бұл Николай Федорович Катановтың адының Хазна университетінде хакас тілі үгірі чізіп оларға үгірінчіткен читтер. Оларының пүн Михаил Николаевич Чебатаевке аның чая чызына чардылған лекция парча. Біз үгірідік программасында оларыны ұғашықсы істезерге күстен чепс, курсовой, дипломный тоқыстар пасчапс, оларының хос тілерін, хос умаларын пілпаларға күстен чепс. Менің сағызымда Михаил Чебатаев, ол халы парған, ол көп паспан. Менің сағызымдандық писатель, қайнызы көп паспан. Жол көп күзін артысқан критик шілі. Ол пасқызынға көп күз берген, пасқызын үгіреткен, че қалған аның қадетерге пірдезінен түйінеміз, оға жақсы шоғы, ол крепин шоқ, аным жоқ пайымызы. Аным жоқ ол болғаны тұстың аным жоқ да сетқаны болғаны тұс ол историяға парпсша аны оға жақсы көсітше. Идек Михаил Чебатаевтың танықтырға керек тілі ой, ник басылша. Позның тұзын менің сағызымда ол жақсы көз саған. Қайдық аның олғын тұзы болған аға түйекізілі олғанырның ол шыларды түрен, 30 шыларды түренердің өлізін жақсы көз саған. Ол қадеті есткен шыларыны қос сөсті жақсы шарт саған. Толдыразының менің сағызымда. Читер арызның Михаил Чебатаевтың чая чызын жақсы пішеткен кізіп бар болғаны өріндірген. Бұл жыл Михаил Николаевич Чебатаев сезон 5 час толча. Мен аның арып шем ол пістің менің түрен шерімнің өскіндірла ал әлі кендірлік білтірі алы. Аның чая чызынығы ұғатын қычам ол пістің шеріпсті матып шартықын. Аның поэмазын 9-ын қығырзы пос шерінің ары қадеті сағынырғы келісші. Аның шоғы, крепин шоғы маға шүремек кірше. Анды крепин қысты күзін көстші, қайдық болырға керек амға қыстырға. Амда бұл крепин шоқ үгірітші пістің шит қыстырды, үшеткен қыстырды. Аным жоқ поэма үдік ситк, ник басышы ситк неміз. Аны қығырырғада ник үдік кішік тұзыңна сақтын келшезің шағын қадеті ол күзеге шағын басша. Мұнда бұл институттағы кафедраның басқын сборник, аңды аймық басқы писательердің чаячылары паза тоқыстарынарының анализ еділген. Наталья Николаевна Таскаракова, мұнды Михаил Чебатаевтың чаячызын едек анализирует болған. Істіскен. Аның тұзы олырға кісі бі тұзы сұрынге тұзы да аны жоқ? Маға тұзы болшы. Мұнды прай хакас тілінің базылық бізге қадеті нек болшы аның тұзы олырға ой тілдің базылығын тұжы мағат үгірінігі нек болырдың. Темненігі тоже декнек. Сақчым ол көпшірді тұзы болыр. Біді хакас писательерінің чаячы тоқыстарын терің стезіп, чи тұлысқа ой тілінің чарт бершіткіні ұға жақсы. Соның бұл читер школада тоғынып, ол пілістеріне, олығыз қызы жақтарға читірірлер. Михаил Чебатаевтың аным жоқ поэмазы писаны амда учебниктерге киршепсе, үгіренчепсанзын аның прозы да оға шықсыя, көргінік шазын алзапсыя.
кибельстері, поэмалары. Моисей Романович Баянов үйдек Михаил Николаевич Чебодаевты пөсік палып, аным жоқ поэмазын ол оға эссе басылған, оға шақсы эссе басылған, анда көрші қажан Моисей Романович Баянов шит болғанды, ол аным жоқ поэманы олар қолдың қолға шажының пас удыр-дүдір пержің бұлтырлар қығырырға. Пазы анды аным жоқ поэманың матырлары олардың шүртастарына, мистеріне де қажанғанда сипырғын. Пазы Каркен Ербішев, пазы Моисей Романович Баянов, олар шоқта жаңлар литератураға кіршеткінді Чебодаев оларының күстігі болғыт оларға. Литератураны хайди произведениялар пазырынды, олар Чебодаев сері хайбағын басшың болтырлар. Аныңары пөсік балы жаңлар аны. Пүлігек Николай Трофимович Нербышевтың пайрымнығычылы болчытқанды өрнеміз тәға чардылған көздік демнепс. Анды писательның архивінің ерчоқ барған. Анды пірпешік бар Михаил Николаевич Чебодаев каркеге пасқыны. Біде сағызымның шоқты заңды пазылық изін каркей. Тұрғы да сыңмыз тузым жоқ бұл барды. Анды қысқы жақ бір каркеге ебін зерібі, тоғызын зарыбы шет болбин жетқынын аңар иди басшай. Аныңар әтіпше бұл ақтасқыл журналыға сенің түпше пішіктерін керек бір авторский лист. Пазы түпше жақсы болыш көгім қорымнырда романның екінші шардығының бастағы главазын перзің. Пазы хадил жоқ түпше пісің түпше ол ақтасқылны адыпше пісің түпше хады пістің көшеткін одыпсты үзірбін түші, қады одың тасып түші одын алыр. Анда қос сомы оңдайының олың айлы пішікті басқаны, аның рукопись сурфеде басқаны оға шапсыстығымен сақытшым. Сыныңда ол көсітші, ол пістің писателер, оларының сақыт хакастелінің қос омылыр бастыры сағынғанары, оларының тілерінің пай болшытқының Пингі күнді оға шапсычы. Михаил Чебодаев литературадағы ады Одаев, Хакас облазындағы национальной школыны тозып, Москвадағы Максим Горькийның адының литература институтында үгірінген. Анда доханың Улуқ чолзар кебілістір чындызы, пазы аным жоқ поэмызы басыл барған. Михаил Николаевич Чебодаев поэтлі, прозаиклі болған, ол оға шақсы критик болған. Бүгінгі күнді біздің андық кізлері шетіспенжелер, кем литературада қайде түшелер соғды жүзген үртікшілі тудынған, базы критиканды үйдек қаттық қолының, қаттық үннің критика статьялары басқан. Михаил Николаевич Чебодаев ол литература өз-өзіне үйдек ұлы қозы меткен позын критика статьяларының ол шет поэтерні кебілістер базаға үгіреткен литература институтында ұлық үгіредік алхелген кізі ол көріндірі бұл шетпіс бәя пісің мұндық күп сандығы немес шонның писательердің арызында. Аның ол газетада тоқыт жатқанда, издательствода тоқыт жатқанда ол сыбыра пісің поэтерінің пішікал аларды жүртіп жатқан, пазарға басып жатқан шет поэтерінің пішіктер алысып, оларны қадей жоқтерге литература шолына керген. Базы аның статьялар алтоншылырды, пісің газетеді ұлық статьялар аның сықын, мұндығы инже зерстірі базылған статьялары бар аның. Ол литература, поэзия неме бұл жатқанынанды Хакас тілінің оға шақсы басшы. Базы ол пісің поэтерні қырсша. Шидір түші пазарға сарынал бас сарыныр. Ол нұғы деп басқананы мұның алдында пісің прай кебелістерні сарыналы ұртфады жаңлар. Пастуқтың ұры, трактористің ұры, ипші ұры. Ол білгісі пісің шонның
киберлік поэзиясының хостыр пазылған поэзияда пастаға халығылар еткенде ол шын поэзиясына түстін пасқаны сарын пазыл жаңлар білгісі олар кибелістер болғанар Тапановты, Кобяковты алзапсы, Аршановты алзапсы пазада пасқалар илік алтоншыларда да амда иде пасшан болғанар Аныңар Михаил Николаевич Чебодаев анды шидер пазарға сарныл ба сарыныр ол кибелістер, олығын кибелістерді Пазы ол немедір оландығы ритм, немедір оландығы рифмы, андығы теория Саринның статьяларын, Хакасының пас ол газеталарды сықаржың. Андығы кізі болған поэт, прозаик, пазы критик болған. Михаил Николаевич Чебодаев Хакас чирінде совет тұзындағы чақсы алзығыларыны көз салған. Кибелістерінде істін стеміні керген кізі. Орыс литературасының тілбістігілер етілен. Пүнде аның тоқстарын қығырарға қынық базы чапсық болча. Базы пүл Николай Егорович Тиниковтың пайрымнықчылы. Ол Михаил Чебодаевтың песчісқа ұлық. Хакас литература зарчолы аның Никле Пулбан чандығда ползы писатель көп чаячы тоқстар чонға артысылған. Біздің сабылы Хакас кебелісші прозаик праяның шархы 12 кендіш сық барған. Хакас литературасында ол кебелісші шілі бастан позны шолын. Пасағаны кебелізі 1947 жылды Қызылал газетада сықын. Паса кебелістер чынызы 1998 жылда сықын ұрлық әжі. Аның соңында сықланыр драмалық поэма таңжаринді изен кемсуг, ондолбас күнір, шахаяқтар. Алынша танық тергі керек Николай Егоровичтің прозаның пазылған тоқыстарын. Ол санды Кавристің көглері, Тіргіз үлбежім, күн сөзінді, пастағы қалыс ұлық жоқтарын. Халғын жекенді писатель Ақшарықтың барып сықын, сонда 2011 жылда сықын. Ол сабылығы біздің Хакас отчет хамға шардылған. Кавристың көглері олық шоқ Николай Егорович Илбек Адылғы тұзынды Хакас алардың шұртызын көз салған. Танықтерге керек Николай Егорович позының чаячы тоғызынды позының ой неміз шұртызын көз салған. Ол үкіс үскін ар шашыларында аныңар бұл повесті уланы позы проешткін немені позыны қараның көрген немені шоқтапшы. Николай Тиников ол поз Хакас литературасында өтек ұлық іс артысқан хадитергі қажында қайдығда поколенияның, қайдығда төлінің жүрене тегір аның Кавристің көгілері произведениесі. Кавристің көгілері әнді сыныпта көк, ол көк оңдайының пасыл барған қайзында ол көгіліп ше позының тұзының ар. Ол өнінде үкістің үлізін апарған анаңар позының тұзында шұртан үкістерінің адының шақсы шарық произведение басығын. Ол үдек тілжілерінің, базы литература эстезікжілерінің қайынды қажында болшаның произведениялары, чаячылары. Писательның пастағы ұлық жоғы Кавристың көглерінің үкірінжілер школа доқтанысчалар. Кавристың көглері қылғыр қызына позының қажын қылғыр қызына. 6 класты біз теманың үрчес амғы институты тоже үгірчес. Кавристың көглерін қылғырғанды жы қайди ол саға білдірген? Ол херім келген аям көп сейдік ағы келісіп барған чұртазында. Сейдік қандыға чұртазды тобырарған. Қадил өкес халғының ұджызының әжізі, пабазы, шоқ халғының ұджызаны үскірген. Ұджызы шоқ болып барғанда қадяғы шоғын полысқын чүрсергі. Мұның алынды өкес паларды қажында тасты бәжанар полыс шықынар.
кемезердің кавреске шо полсхын кинде мого тыгын уланы хыгырып улага кинде полсхын тобырғы немі сетіктірді. И пастыртпыз хыларға күс біргін кинде. Николай Егорович Тинниковтың чаячы тоқстарын алзы, олар өнінде үгіредіглік болып, чит ұлысқа уға тұзылық болчалар. Андоқ пек қылықтығы немі тірігізі үлбі жаң романның өн матыры кем апан. Бұл ұлық жоқты дөк чашыларында паза чаның тозылған сонда пастағы тұсты немі көстші. Шиет шажы апан неменің чадың айланып изелген колхозды қонықты көдірерге немі шақық алшы. Мұндағы полшылар алдағы алқоншықтары, шаячы тоғызы, ол хостап шая. И арығы көлінізі аның апан кенін ағырыпсы. Чады палғылқын үшін соның ол немі аны қарақ оды ұспыршы, күрбін сықшы. Мұнды кем Николай Егорович оға шақсы көз салған қайди ол тұсты, андығар кізге ары тұсты, матырның немі позын үстінде көрісші. Апаның, абызының мергені ғынғын шоғы болжаң тірі кізі үлбі жан. Бұл шоғы хостыры немі кізі қадығда сейдіқаға орынзы, шобығылар орынзы ол қадыда үштірге күстініге керек, аның әзін іспыларға керек. Пра немі сошыртасты постың балғыласты. Қади сағыныздың дехей болыр, мұнар бұны пылзарынан көрізі бұл жоқ оға өгірі тектің неміз сол школа программасына кертіл барғын. Николай Егорович Тинников мені қайқытқын пісің бұл ақтасқылының иргі изерстерін көрізіпсе, ол оға пешеленген пісің олғын литературызыныңар. Біз білшепсаның көздім келзі мұндағы кішігіз кенде жексіқын, бұл севдейтім темнен кенде жеке. Ана мұнда кішігіз кебелістері кертіл барғанар. Николай Егорович Тинников үнетін олғынарға шарыд, мұндағы тоқсыр басылғын. Ең кіші арқыстарға жоқтарға керек бұл идеяда жаңаны. Базы аның мұндық ұлғын емес шоғын маға қығырға келіскен мұндық статья оңдайына басқанын. Ол оға жақсы көрген ұлғынырға қақас тілінің көп баз, оларының сақыстарын алғыдырға керек. Аныңар ұлғын емес мұндық кебел ізіктір басынелер, ол бас жаңы, оға жақсы басынелер, аның базы жаңлар. Аныңары Николай Егорович Тинников идет саблом обсым улгын писатель шили. Улгыны писательны алзы ол постың хос сөснің басқан тоқыстарында қадида чоның чұртызын, кибірлерін көстсалар. Николай Егоровичтың кенделерінде идет чон чұртызы чақсы көзділ барған. Аршот хам улғы шоқ. Аның иледішілер пазылған тоғызы болыр, мен сақытшы маны. Ол анды үйдек қадемін жоқтым, Каркенер Бышевтың көгім хорымнырды, шоның шұртазы қаде тұлдырызының көз тілбірғанын. Бұл аршот хамды прай хамныр пістің шоның кибірлі шұртызынды олар шарылбыс, парбыс мұндығы оңнығы болған, хам шоның қады, роттың қады хам шұртып жатқаны. Базы хам қади роттың бірай күстігілерін апар бодыр жаңы, қади рот пик шұртызын түфе, кіздір хамзар айлан жаңлары хам анзын ет жаңы. Мұнды көз өтілше бұл аршот хамды қайды хамнар бұл жатқанларын, ол қади біз шек хамнар, жақсы хамнар мұнды бұлшатқаны, ол хамнардың категорияларын прай көсіт салған оланда. Базы ол қайди кізі хам шолыны кіршеткен оға шақсы көсіт салған. Базы хамныр пістің шоның шұртызында қайдығы тұзылығы бұлшатқанларын прай көсіт салған. Базы шон хамға қайди қайшатқанын көсіт салған. Шейх хамнарға қайди қайшатқанын, аның
бұл ақ түстік қамнарға ғади қайшатқанларын оға шақсы көсіп салған. Мен саңчам пүнгі күнді ол оға тузылық ғадимен жоқтам литературалы саринан емес, ана тілі пай жоқтырға керек. Янды пүнгі күнді білкісік біз әні сөстік шоқ қығыр женуындай шоғыл. Мынды базы бұл ұлғы шоқты аршот қамды Николай Георгиевич үйдек біздің фольклорының, базы литератураның стильдерін біріктір басқан. Көздемге алза бұл тіргіз өлбе жаң базада басқа ұлық шоқтарының бұл басқылық жатқан ұлық шоққаның. Анызы көзче писательның педешайші сарының өз-өзі аның литературада көрістері алысқының, базы шонның тоғызылбыз барбыз бұл поэзиясын зары, фольклорын зары, пазыл бен бүткін шаяшызын зары қаттып айлынғын көсіткіні. Аныңары мен сақшым Николай Георгиевич тектің немес, ол еледі олық жоқтыр басылғаны. Ол үйдек ша тұзындағы кізінің ұмызын, ша сондағы шалысқын кізінің ұмызын, аның ол колхозды шоның шұртызын көтір жеткен кізлердің омаларын жақсы көсі сылғын прайпысын қағас шоның. Хос сөз ұзы Николай Тейниковтың тілін литература стезікжілері үйдек пөзік балып чалыр. Николай Егоровичтің тілі оға пай хос, ол шон тілінің алылған немі кейбірлік сөздерінің ұда тозылыншы Шершаянның хостанының матырлының омаларын шардыр алғым киршая. Узарны гүрзі Николай Егорович хакац литературасының телізіні бозының хозымын қосқан. Пүл Николай Егорович Тейниковтың түрен өскен чирінде писательге чардылған байрымның ир болған. Анды читігін театр тұрқысқан Наска ойын көзділген. Мында писатель драматург чили азылған. Наска Николай Тейниковтың ал көгілері пьесазы хостыра тұрғызылған. Пьеса чархас қылықтық аға көгілер пазылған. Оларны саблық көгже Анатолий Такмашов басылған. Қайде сағасақ тұршам. Түшеден жары жұрт болмас. Қайда қандық жүрек болжан. Сенің үшін қорқышам. Сасатан аңдағы қалдың. Құдай піскен шынсын. Кенен бекір бәжік болсам. Шабалқары қылықты қалдарды. Шелі бұрайғыз жазым. Мне шарабас поёлка, борода грыдер щёка. Арам! Я барам! Арам! Туладым мı? Çek! Она ходил в шишак! Таската ағашын болмас! Тарқада анас болмас! Қарауыны көрдің ме? Нуға көребесім, керемі. Халтон сүрместі қыстарының албазыда хон сүрместі. Един сүрместі қыстарының ипче итпен ойнамасты. Қыстар сонжы сүз шөріп, көп ұлтың шолда қызым. Қыстар сонжы ойлап шөріп, көп сор табанын изезін.
Болмайсаңыз сол шүргінің кемге білші көредірбін. Күліп аларға қынғаным. Бұдай күтші, ұйет шоқсың. Ше, қаролы жоқ жазым. Прайпарына құрып жазым. Білшәсің оламда шықсы. Қарол сен олы қалбас. Қыстар долдыры сен осқас. Мені қолымның осқасам. Мында қалдың, сөзі мені. Қашынма сен! Қаролдан олысқас демес! Қаның шықсыз тағызы бар. Құдай берген күзі де бар. Қайдақ мұндағы маңпербес. Мәңде Сыныңда біздің бұл писательердің тоқыстарын көрізі, олар біздің литературада хакас хоз сөзінде терің іс артысқын ұлыс болшая. Аныңары біз оларын арылап жабыз. Базы орты пағылып бүгінгі күнде олардың тоқыстарын наукада олардаңар иледі тоқыстары басылша жоқтерға керек. Үдек олар біразы біздің школа учебниктеріне киріліп барғандар, школа программасында олардың шаячыларының танысшалар көздімге алзы амғына учебниктерді, 17 жылды школаларға келер учебниктерді Николай Тениковтың аршот хымның ұлғышуғының үсік киріліп барған. Бұлғынны алынжы шоқтызы көп шоқтерға шәрерия. Бұлғынылы олардың бұс көңінілік, бұс оңдайлық, бұстарының қос тілерінің, басқаларының басқалыл шытқын писателер болшалар. Ибіркі шершаянға көрістері олардың үйдек басқын тоқыстары қостыры шақсы көрітші. База шоқтерға керек біздің бұл писателер біздің мысалғынды ашырғысқада болар. Олар басқын тұсты Моисей Роман Жибаинов, Каркей Нербышев, Михаил Чебадаев, Николай Тинников, Николай Георгиевич Домажаков, Михаил Гельчаков. Олар басқан тұсты біздің литератураның ең бөсік сені болған. Біз базыл сенге шет болбасып сақча. Анызы оға шырғысты, анызы біз ненжеде шоқтасып тіл шеткенінің әрі күнгі күнді менің сақ заманда. Біз ол сенге айлыныр ұңды епс базы біздің болырдағы шоқпы анызы күнжілістік. Хакас тілінің пайын, сілін, писательерінің хос чаячы тоқыстарын дәстізіп тоғын чытқан ұлыс, тілінің литератураның синін жақсы сезінче болар. Че хадида ізініс болырға керек, сығырлар пістің чоның амда пөзік писатель атқа тұрузар, хакас литературазының классиктеріне чидар ұстар.